Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге хамир хасиб деп аталатын тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағам өзбек ұлтының сүйікті тағамдарының бірі, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысқа 1 келі ұн салып алдым. Үстіне 1 жұмыртқа жарып саламыз. 300 грамм суға 1 тұз салып, жақсылап араластырып, аз-аздан ұнға қоса отырып қамыр илейміз. Илеп болдым, енді бетін жауып 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін ыдысқа тартылған сиыр етін салып алдым. Үстіне ұсақтап туралған пияз саламыз және жартылай піскен күріш саламыз. Тоз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салмам дайын болды. Қамырымның егеуі қанды, енді қамырымды 2 бөлікке бөліп аламын. Осылай домалантып, тағы да 1-10 минутқа қойып қоямын. Қамыр жаюды бастаймын. Осылай бір тегіс қып жайып аламыз, сосын жұқалап май жағамыз. Барлығын төрт-үштап кесіп аламыз. Салмасын салып, бір бұрышынан бастап осылай орап шығамыз. Дәл солай бір бұрышынан бастап ораймыз. Барлығы дайын, енді мантаваркада 40 минут пісіреміз. Мінекей хамир хасиб тағамы дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер.